Assalamu alaikum dostlar. Бүгін сіздермен Тәңір берген Рамазан. Бүгін мен әлі мұнарасын салатын болам. Яғни мынандай Майнкрафттағы құралдармен. Сіздер де мен артынан қайталап крафтмен жазып алып, артынан қайталасаңыздар болады. Сосын видеоның соңында менің әлі мұнарамды комментке бағалап жіберіңіздерші. 100-ден қанша баға қояды екенсіздер. Соны білгенге отыр. Ал давай алғашқысын бастайық. Оның бірінші жерлері дөу болады, ал кейінде кішкентай болып қала береді ғой. Давай сөйтіп, короче, бірінші 4 бұрыш қып сызып алайық. Оппана. Бірақ енді ол сияқты ұзын қып самайым. Сосын уақыт керек қой. Давай өше жасайық. Бейт бәрін сөйтіп, короче, төбесіне кейін толтырайық. Егер сіздер ол видеоны көріп жатқан болсаңыздар, комментарий жазып, лайк басып, подписаться етіп кетіңіз. Просмотр 1 рет емес 3-4 рет көріңіздер. Опа, мен сіздер үшін күнде видео түсіретін болам. Давай, осы крафтменші. Себебі ана ойындарды түсірейін десем, оларда 1-2 бөлім түсіріледі да. Қалған бөлімдерін түсірейін десем, олар уже бітіп қалады ғой. Осы крафтменде шексіз блоктар бар да. Сол блоктар арқылы құра бересің. Сондықтан осы крафтменде енді күнде түсіретін шығармын енді. Алла қаласа. Ал сондықтан сіздер лайк басыңыздар. Давай. Егер ертең тағы да лайк просмотр жиналып жатса, онда ертең мен қағбан салатын болам. Кәдімгі ана мекке. Соны салатын болам. Сондықтан лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Мінекей үстіп деуқып салдым. Енді кішкене үстіп қойық. Оппан. Кеттік оппана деп. Короче, үстіп қойайық. Ана. Короче, үстіп жолын шетіне шығармай, үстіп блоктап тізсек. Әпсі әдем болмай қалуы мүмкін. Бірақ негізі, ол әліппенің арасына терезелер ұқсамайтын сияқты ма себебі? Ондай терезелерді қолданайын десем жоқ қой мұндай Майнкрафтта, крафтменде себебі. Ол деген кәдімгі шынайы андай сияқты ғой. Шынайы ғимарат қой. Амынау Майнкрафтпен только оның кішкене жасанды түрі да, кішкене мультфильмге ұқсас. Сондықтан енді қатты ұқсамаса да енді мультфильм түрінде осындай болады. Давай бүйтіп, короче, соғып қоямыз, соғып қоямыз. Дөу қысып қойдым, сол дөуге дейін домалақтаймыз. Ой, насыл өшіліп кетті ғой. Оп. Осы розви что-то маған қатты ұнады. Сондықтан осы розвимен үйтіп жатырмын. Тағы не? Егер қағбаны саламын, ал одан кейін егер тағы бір нәрсе салуымды қаласаңыздар, комментке жазып кетіңіздер. Мен сіздердің айтқандарыңыз бойынша осы крафтменде заттарды жасаймын. Бір бейтеміз, короче. Оп. Мінекені розви аламыз. Оп. Короче. Давай төбесіне бейтіп қойық себебі. Ортасына қоямайтын өкінішті де. Бірақ ол үшін мод керек шығар. Дөншісіп қойықшы. Мінеке енді наяққа келтірмей етейік. Яқтықты кішкен деу қылайық. Әпсе жаман көрініп қалады. Үстіп. Сосын наяқтан түстіп. Оп. Бейтіп. Ортасынан етеміз ба? Ортасынан етеміз. Сосын төбесінен бейтесін саламыз. Үстіп кішкен деу көтерек ба әлде? Әжім құлағын салсайық. Мінекей. Менің маңдайым дайын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Сіздермен болған Тәңір берген Рамазан, подписациямен лайкты басып, подписацияны басып, комментарийге жазып, короче, мен каналымды қолдап кетіңіздер. Мен сіздер үшін күнде видео түсіремін. Сіздермен болған Тәңір берген Рамазан. Тоқтатыр жаңақтан есікті ала салайық. Есік қаяқта? Есік қаяқта өше да. Жаңақтан зейдірек кішкене. Таппай қалманын. Ой, есік мені тұрген. Сіздермен болған Тәңір берген Рамазан. Әліппенің арасын салды. Опа, ал сіздермен болған Тәңір берген Рамазан. Ассаламу алейкум.